О ағайын, жиналдық бүгін үлкен тойға, 70 жылдың мол қызығы түскен ойға. Асылдығын әкеміздің бойға жинап, қош келдің, туған туыс, думан тойға. Ал ендеше тойшыл қауым саспайын, әкеміздің өмір жолын бастайын. Жүрегімнің қуанышты сәтімен әкеміздің мадақтауын растайын. Кекірелі кіндікті кескен жері, киелі Тартоғай деген өскен елі. Әлайдар атамыздың ізін жалғап, шежіресін жалғастырып келеді. Атыңа ботабайдай кір келтірмей, бәйтеректей жайқалып, өсіп өніп келеді. Ағайын жұрт біледі әке өзіңді. Ұрпақ қарнап өнегелі сөзіңді. Туған туыс құрметтейді өзіңді. Жалғаймыз біз үлгі еткен ізіңді. Білімге құштарлығы арта түскен. Зеректікпен балалығы қоса жүрген. Мектепте білім алып, ой жинақтап, толысып, бой түзетіп ер жетеді. Ағайын жұрт біледі әке құрметіңді. Ұрпаққа өнегеңді үлгетуде, солтүстікте әскери теңізші боп, абыроймен өтеп келдің міндетіңді. Жылдар жылжып, біздің әке оралады еліне. Сол заманда талай сұлу ілігеді көзіне. Арулардың арасынан іздепті әкем сұлуды, жұбатқандай анамызды таңдапты ол өзіне. Қырандай жігіт ұзап кетпей әр жаққа, аруды келін қылды шаңыраққа. Бүкіл әулет той-тойлауға жиналып, сүйінші хабар жетіп жатты жан жаққа. Ал анамыз болған соң инабатты, салмақты, қуанышқа бөлеп жүрді жан жақты. Үлгі тұтып қасиетті енесін, бар өмірін отбасына арнапты. Көп күттірмей Аллам құрсақ сый тартты. Гүлжахандай қыз баласын сыйлапты. Одан кейін қанат келіп өмірге, баршамызға медет болды көңілге. Ерсін атты ұл баласы келгенде, сүйінші хабар тарап кетті өңірге. Сымбат атты кенжетайы келгенде, жиналды туыс қызығын бірге көруге. Осылайша тойлатыпты тума туыс ағайын, әкеміздің жайқалтады маңайын. 4 баланың қызығымен жалғасқан, тойы тойға ұласады әрдайым. Жеткізу үшін аман есен баланы, болмайды ғой адал еңбек жаманы. Көлік айдап, қызмет етіп еліне, болды әкеміз өзсінің маманы. Сол еңбегін жоғары бағалады. УАЗ автокөлігін сыйғалды, еңбек жолын Құмкөлде жалғастырып, еңбек етіп, тер төгіп аянбады. Одан кейін еңбектенді, айдан мұнай ордасында, бас механик мамандардың ортасында. Басшылығы оң бағасын бере жүріп, марапаттап, медаль тақты еңбегінің арқасында. Жеңілдікпен алынбайды кейде өткел. Әкемізден өтті талай бейнеттер. Жасы жетіп, еңбек жолын аяқтап, Ботабай әке атанады ақ сақалды зейнеткер. Біздің әке бар өмірін ұрпағына арнады. Үміт етіп, әр балаға қарады. Түзу пиғыл ниетінің жемісі жаратқанның назарынан қалмады.
балалары ешбір жауға алдырмай, білім алды бастарын құрдал қылмай. 4 баласы зерек болып өседі, ата-анасын еш ұятқа қалдырмай. Гүл қыздары, бірі ұстаз, бірі дәрігер мамандығын игерген. Жанды жазып емдеу менен, білім менен ой берген. Үлкен ұлы мұнайшы боп әке жолын жалғаса, кіші ұлы басшылықта қызметімен еленген. Ардақты әке, асыл ана, суыққа шалындырмай мәпелеген, тәрбиелеп адам бол деп жетелеген. Қондырдың ұлдарыңды ұясына, ұшырдың қыздарыңды қиясына. Бар жиғанын той ғамына жаратқан, ақ пейілін құдаларға қаратқан, құдаларды жібергендей жаратқан, бар лебізін жан жағына таратқан. Келіндері ибалыда салмақты, қуантады атана мен жан жақты. Сол бақытты қызықтауға асырға, бауырлары жиналады қасына. Атқарысып той қызметін ағайын, жиналады дастарханның басына. Көп ұзамай ата болдың расында, жанарыңнан ақты бақыт жасы да. Немеренің маңдайынан иіскеу, адам үшін бақыт деген осы да. Немереңе көп уақытты бөлесің, барлығына үміт артып сенесің. 10 шақты немереңіз болса да, әр қайсысын жалғызыңдай көресің. Жан әке, 70 жасқа келдің бүгін, сыйлысың арасында тең құрбының. Отбасы, балаларға қамқор болдың, арқалап, ғұмыр бойы ердің жүгін. Әлайдар атам сізге бағыт берген, ұлысыз тәрбесін алып келген. Жаңылмай жақсы әкенің ізін басып, ошағын өшірмедің жағып берген. Табылмас сіздей жақсы іздеген мен, жаратқан асқар тауғып бізге берген. Шөбере шөпшегіңнің ортасында, тойлайық тойың дәке 100-ге келген.